Қысқа метражды фильмдерге арналған Байқоңыр халықаралық кинофестивалі өз мәресіне жетті. Биылғы 5-ші рет ұйымдастырылған байқау әрине елдегі жағдайға байланысты онлайн түрде өтті. Бастапқыда ұлттық болып ашылып, кейін халықаралық мәртебе алған шараға қызығушылық танытушылар жыл санап артып келеді дейді мамандар. Алуа Махамбет жалғастырсын. Байқоңыр кинофестиваліне қатысуға өтінімдер сәуір айынан бері қабылдана бастады. Пандемия кезінде оның онлайн өтуіне қарамастан өнер додасына 250-ге жуық адам қатысуға ниет білдірген. Оның 70-тен астамы шет елдерден. В этом году к национальному и фестивальдің бағдарламасына биыл тағы 2 байқауды қостық. Оның бірі жас клипмейкерлерді қолдауға бағытталған музыкалық бейне байқауы болса, екіншісі жақсы фильм түсіруге негізі болатын сценарийлер питчинг деп аталады. Әр байқаудың үздік режиссуры, үздік оператор жұмысы, үздік суретші, үздік әйел рөлі, үздік ер рөлі сынды бірнеше аталымы бар. Кинофестиваль қатысушыларына жас шамасы мен кәсібилігіне ешқандай шектеу қойылмады. Әр туынды 30 минуттан аспауы керек. Бірақ ең бастысы, фильм көрерменге ой тастайтындай сапалы жасалу қажет дейді ұйымдастырушылар. Национальное жюри возглавил Адильхан Ержанов. Отандық байқауға Адильхан Ержанов төрағалық етсе, халықаралық байқауда Германия, Ресей, Қырғызстан елдерінің киногерлері сарапшы болды. Ал қазылар алқасына ат әлемге танымал кинофестиваль іріктеушісі Жюльен Вессерман төрағалық етті. Үздік деп танылған фильмдер өзге елдерде өтетін халықаралық кинофестивальдарға жолдама алады. Ал мұндай байқаулар еліміздегі киноиндустрияны дамытуға сеп болады дейді кинофестиваль ұйымдастырушылары. Алуа Махамбет, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.